қайырлы кеш барша қазақ елі. Коучингке тек әйел адамдар келеді десеңіздер, өте қателесесіздер. Бүгінгі таңда мына Жайнат мырза телевидениеда 10 жыл, Жайнат мырза істеген жігіт, қазіргі таңда өзінің береке дәулетін арттырам деп бір-екі ауыз сөзінде естігеннен кейін бүгін коучингке келіп отыр. Коучинг қалай сізге? Қайырлы күн баршаңызға. Мен Қарағанды қаласынан келдім. Есімім Жайнат Даутжанұлы Жақсыбай. Гаухар ханымды енді бірнеше жыл болды білгеніме. Бұл кісінің білімі өте терең. Білімі бұл кісінің кеңістіктен келген білімдер. Анау мынау сөз емес, әр сөздің қасиетін біледі, әр сөздің энергиясын біледі, әр сандардың энергиясын, қасиетін біледі. Бұл кісі психолог, коуч, наставник, өте парасатты, білімді, ішкі мәдениеті өте жоғары, өте сонымен қатар өте қарапайым жан. Енді даналығы деген енді керемет. Енді бұл кісінің даналығын айтып жеткізу мүмкін емес. Енді даналық деген ол өмірлік тәжірибемен келеді, өмірлік сабақтармен келеді, білім алумен келеді. Бұл кісі білімге өте құштар адам, жаңашылыққа өте құштар адам. Әрдайым білім алып отырады. Жаңағы 21 ғасыр несі жаңағы нумерологиясы, суицайды оқыған. Енді қазір жаңа білімдерді ашылып жатыр. Коуч қазір енді. Бұл кісі туралы көп айтуға болады. Енді бүгін келгенім, бұл кісіге коучингқа келдім. Коучинг өте тамаша өтіп жатыр. Қорқыныш, Жайнат сұрақ болады ма? Мен мысалға ең басты адамның бүкіл жаңағы жолын бұғаттайтын қорқыныш қуаты, көзі. Бірінші сабақтан қорқыныштың не екенін түсіндіріп, содан кетіруге жаңағы амал таптық па? Керемет. Бұл енді керемет жаңалық мен үшін. Қорқыныштың қайдан пайда болады, неден пайда болады, бұл өмірімізге қалай әсер етеді, бұл бүкіл тәнімізге қалай әсер етеді, бүкіл осы қорқыныштан қандай аурулар пайда болатынын бәрін бүге-шүгесіне қалай пайда болатынын бәрін айтып берді, және қалай арылу керек техникасын айтып берді бір коучингте. Енді мен ештеңеден қорықпаймын деп айтуға болады, өйткені ол қорқыныштың қайдан пайда болатынын, қалай әсер ететінін мен білемін, және қалай жою керектігін білемін. Аллаға шүкір. Түбегейлі санаңызға жаңа ғана мидың сіңірін кәдімгі ашып тастады, неге? Әрине. Қорқынышқа. Сәт сайын жұмыс істеп отырып, қорқыныштан арылу. Дұрыс па? Керемет. Бұл техника керемет. Бұл кісінің жаңағы білімнің арқасында, даналығының арқасында осындай халыққа пайдасы тиіп жатыр. Бүкіл адамдарға осы жаңағы қорқыныштан арылуға, осы кісіден кеңес алуға шақырамын. Бұл кісінің білімі енді шығады деңіз. Рахмет, береке табыңыз, Алланың нұры. Мың алғыс.